Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясында адам құқықтары гендерлік теңдік призмасы арқылы инфосессиясы өтті. Іс-шара желіге қосылу, тәжірибе алмасу және ұлттық компанияда гендерлік теңгерімді ілгерілету алаңына айналды. Форумда әйелдердің басшылық лауазымдардағы үлесін арттырудың маңыздылығы атап өтілді. Компанияның қысқа мерзімді мақсаттарында атқарушы органдар мен басқару органдарында әйелдердің үлесін 25%-ға дейін арттыру көзделген. Біздің жаңағы мәселеміз өте өзекті, бірақ менің ойымша мынау әрбір рейтингтар болады, оларды енгізу оның артынан қуып жатқан кезімізде біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, мәдени мұра болып қалған өзіміздің тарихи да осы кезеңгі құндылықтарымызды жоғалтып алмауымыз керек. Міне 4 күн бұрын біздің президентіміз тиісті іс жоспарын адам құқығы бойынша өзінің жарлығымен бекіткен болатын. Ол 9 бөлімнен тұрады. Оны енді әрі қарай енгізу атқарушы органдардың, жергілікті өз-өзіне орган, біз сияқты ұлттық компаниялардың осы еңбегі, оның рөлі өте жоғары. Сондықтан біз де оны әрі қарай іске асыру үшін жұмыс істейміз. Бірақ әрине өзіміздің қазақи дәстүрлі ұлттық құндылықтарымызды жоғалтып алмай жұмыс істеуіміз керек. Айта кетейік, ТЖ-да темір жолшылар басқарудың барлық деңгейлерінде өз кәсібилігін, көшбасшылық қасиеттерін көрсетуде. Компания гендерлік теңдік бойынша жұмыс жүргізеді және әділде тең құқықты қоғам құруға өз үлесін қосады. Жынысына қарамастан қызметкерлер үшін тең мүмкіндіктерді қолдайды.